Баршаңызға сәлем, сіздермен Жорабекова Жанерке. Бүгін біз жұмысқа орналасарда сіз нені білуіңіз қажет атты тақырыптың 3-ші бөліміне тоқталатын боламыз. Біз бұл бөлімде еңбекке ақы төлеу қалай жүзеге асырылады, яғни үстеме түнгі мереке кезіндегі жұмыстарға ақы төлеу қалай жүзеге асырылады, және екінші бос тұрып қалу уақытында ақы төлеу қалай жүзеге асырылады атты тақырыптарға тоқталатын боламыз. Жалпы жұмысшыға жалақы қолданыстағы еңбекке ақы төлеу жүйесіндегі жүйелеріне сәйкес еңбек шартында белгіленеді, ал одан бөлек қосымша жұмыс атқарғанда ақы төлеу кезінде жұмысшыға өзінің күндік не болмаса сағаттық ақысының жартысынан кем болмайтын ақы төленуі тиіс. Ал мереке және демалыс күндеріндегі түнгі уақыттағы басқа адамның жұмысын қоса атқарған жұмыстарға жұмысшының күндік не сағаттық ақысынан 1,5 еседен төмен болмайтын мөлшерде ақы төленуі тиіс. Жалпы жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшалай нысанда белгіленеді, және ол айына бір реттен сиретпей келесі айдың 10 күндігіне дейін кешіктірілмей төленуі тиіс. Жалақы төленетін күн еңбек шартында белгіленеді. Жалақы төленетін күн демалыс күндеріне не болмаса мереке күндеріне тура келген кезде төлем олардың қарсаңында жүргізілуі тиіс. Бос тұрып қалу уақытында ақы төлеу қалай жүзеге асырылады? Жұмыс берушіге не болмаса жұмыскерге байланысты емес себептер бойынша бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу ұжымдық шарттарда айқындалады, және жалақының ең төмен мөлшерінен кем болмайтын мөлшерде ақы төленеді. Ал жұмыс берушінің кінәсінен болған жағдайда жұмыскердің орташа жалақысының кемінде 50% мөлшерінде ақы төленуі тиіс. Жалпы бұл тақырып осымен тәмамдалады. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар. Егер сіздер өз еңбек құқықтарыңызды бұзылды деп санасаңыздар, біздің ұйымға хабарласа аласыздар. Мен осында мекен жайды көрсететін боламын, және тағы да қош сау болыңыздар.